Сен Хайди мультфильмін көрген шығарсың. Таза ауамен тыныстаған, ешкі бағып, тауда еркін жүрген қыздың жылы хикаясы. Бірақ бір нәрсе ойландырмай ма? Неліктен ол тауда жалғыз? Атасы неге адамдардан жырақ кеткен? Неліктен Хайди түнде түсінде сөйледі? Сәлем достар, сізбен бірге Сұлтанс арнасы. Ең бірінші арнаға жазылып лайк басып кетіңіз. Өзіңізбен бір шай алып, немесе бір печенье алып, осы фильмді көріңіз. Фильм деп ғой, осы видеоны көріңіз. Алдындағы видеоларды көріп кетіңіз. Питер Пен Зак Дауылға қатысты. Онда бастайық. Көпшілік білмейтін бір көне миф бар. Швейцар тауларында ел жұрттан алыс, ең бір үйде нағыз Хайди тұрған деседі. Бірақ ол мультфильмдегідей қарапайым қыз болмаған. Аңыз бойынша ол бала кезінде ата-анасын түсініксіз жағдайда жоғалтады. Олар бір күні таңертең із-түзсіз жоғалып болып кетеді. Қыздың атасы тау етегінде алып кетіп, ешкімнен араластырмай өсіреді. Бірақ ел ішінде Хайди жай қыз емес, таудың рухымен байланысқан бала деген сөз тарайды. Куәгерлер айтқан, түнде оның терезесінен жарық жанып тұратын, ал кейде тау ішіне біртүрлі дауыс естілетін. Ешкінің маңырауы мен адамның сыбыр дауысы араласқандай. Бірде тауға бір саяхатшы әйел келіп, Хайди туралы естіп, оны көруге барады. Сол түні ол әйел қайтып келмейді. Кейін оның камерасы табылған. Ішіндегі соңғы видеода қараңғыда тұрған қыздың көзі жарқырап көрінеді де камера құлайды. Ауыл қариялар айтатын, Хайди таудың күзетшісі, адам кейпіне енген рух. Егер оны мазаласан, өзіңді жоғалтып алуы мүмкін. Сондықтан да оның жанында жүрген ешкім ұзақ уақыт сау болмаған. Тіпті Франкфуртте барып келген соң Клараның денсаулығы жақсарғанымен, кейін ол мүлде үнсіз болып кеткен. Тек түнде бір ғана сөз айтатын болған. Ол менімен әлі сөйлеседі. Ал қазірше Хайди мультфильм өскен миллиондаған бала. Мүмкін ол арқылы оның рухы әлемге таралған шығар. Сен де сол мультфильмді көрдің бе? Түнде сол тауды түсінде көрдің бе? Онда саған да келе жатыр. Питер Пен кім еді шын мәнінде? Ты знаешь, кто я? Разве? Дружелюбный сосед, Человек-паук. Жайғына ертегідегі бала емес, ол уақыттың иесі. Ол ешқашан есеймеді, өйткені өз уақыттан тыс өмір сүреді. Неверленд уақыттың ұмыт болған жері, ал Питер сол жердің күзетшісі. Бірақ уақытта бір заң бар. Ешкім мәңгі бала болып қала алмайды. Ал Питер осы заңды бұзған. Сол себепті Неверлендке барған әрбір бала өзінің уақытын Питерге беру керек. Ол өз мәңгілігін жалғастырады. Ал балалар біртіндеп ұмытылады. Жоғалған балалар кімдер? Ертегілерде жоғалған балалар деп аталады. Бірақ шындығында олар жоғалған емес, олар құрбан болған. Олар Неверлендке барып еш уақытта қайта алмағандар. Олар Питердің мәңгілігі үшін төленген баға. Бірнеше ғасыр бұрын Уэнди есімді қыз шындықта түсінді. Ол Питермен алғаш келіскенде оның көзіндегі қуаныштың ар жағында бір суық, бос, қатыгез көзқарасы байқапты. Уақыт өте келе ол Неверлендтің шындығын білген соң Питерден қашуға тырысқан. Бірақ ешкім Неверлендтен өзі шықпаған. Достар, Питер Пен туралы Уэнди өз күнделігін жазып кеткен. Соны айтып берейін. Неверлендтің қарғысы, Уэнди күнделігі. Бірінші бөлім. Терезе жанындағы көлеңке. 1907 жылдың күзгі салқын кеші болатын. Лондонның ескі көшелерінің біріндегі үйдің терезесінен Уэнди есімді қыз аспанға қарап отырған. Бүгін ол ерекше сезімдеді. Қатты жел терезені баяу қозғап, пердені желбіретті. Қыздың жүрегі біртүрлі толқып тұрды. Сол сәтте терезеден бір көлеңке көрінді. Ол бала болатын. Көзінде қуаныш, күлкі, бірақ тым терең көзқарас. Ересек адамдыкіндей суықтық бар еді. Мен Питер Пенмін, деді ол. Ұшуға дайынсың ба? Уэнди ештеңе сұрамастан басын изеді. Кенет ол өзінің төсегінде емес, көкте ұшып бар жатқанын сезді.
Қасында Питер, ал артына қараса, оның екі інісі де соңынан еріп келе жатыр. Алғашқы күн Неверленд. Неверленд шын мәнінде керемет жер еді. Жатын аралдар, сөйлейтін гүлдер, суасты патшалығы, алыс тауларда айдаһарлар. Балалар мұнда ойнады, күлді. Питермен бірге ерте өмір сүрді. Бірақ бір нәрсе мазалаушы еді. Уақыт жоқ еді. Күн шықпайтын, түн бітпейтін, аспан мәңгі бозғылт. Сағаттар жұмыс істемейді. Айнаға қарасы сызба бұлдырап тұрады. Уэнди күн өткен сайын қорқыныш сезімін батып бара жатты. Бір күні ол Питерден сұрады. Мұнда уақыт неге жүрмейді? Питер жайғана күліп жауап берді. Бізге уақыттың қажет жоқ. Біз бала болып қала береміз. Бірақ сол сәтте Уэнди Питердің көлеңкесіне қарап қалды. Көлеңке қимылдап тұрды. Тіпті Питерден бөлек қозғалды. Ал көлеңкенің көзі, оның көзі бар еді. Жоғалғандардың сыбыры. Уэнди орманға жалғыз шыққанда құлаған ескі ағаштың түбінен сынған айнаны тауып алды. Айнаның ар жағында бір жазу көрінді. Бізге көмектес. Сол түні Уэнди Тинкер белді тауып алып, одан шындықты сұрады. Фия үнсіз жылады. Оның кішкентай дауысы Уэндиге сыбырлап айтып берді. Питер бұрын адам болған. Бірақ уақыттан қорқып, ол Неверлендті құрды. Онда әрбір келген бала өз уақытын қалдырып кетеді. Сол арқылы Питер мәңгі бала болып қала береді. Ал жоғалған балалар, деп сұрады Уэнди. Олар енді тірі емес. Олар Питердің көлеңкесіне айналады. Уэнди інілерін тауып алып, бір ғана амалмен қайтатынын білді. Питердің көлеңкесін кесу арқылы. Себебі көлеңке оның күшінің көзі. Бірақ көлеңке өз алдына тіршілетін жын секілді тіршілікке иесі болатын. Олар Питер ұйықтап жатқан кезде көлеңкені пышақпен кесуге тырысты. Бірақ көлеңке оянып, ақырды. Ол қара бұлтқа айналып, балаларды айнала бастады. Сендер кеткілерің келе ме? Сендер мен тастап кетесіңдер ме? Деді. Питердің дауысы, бірақ ол енді бала емес еді. Дауысы ересек адам даусындай ащы, жалғыз еді. Уэнди көлеңкеге қарап тұрып айқайлады. Сен бізге еркіндік уәде еттің, бірақ өзің тұтқынсың. Бізді де тұтқын еттің. Кенет Тинкер бел Уэндиге жарқыраған тозан берді. Уэнди оны пышақтың жүзіне сеуіп, көлеңкені шап беріп кесіп бастады. Қараңғылық шыңғырып жоғалды. Сол сәтте Неверлендтегі аспан алғаш рет көгілдір түске боялды. Күн шықты, сағаттар соға бастады. Уэнди мен бауырлар ұшып, өз үйлеріне қайта оралды. Бірақ олардың терезелері жабық еді. Өйткені олар бірнеше жыл жоқ болған. Олардың денесі үлкейіп кеткен, бірақ жандары сол Неверлендте қалғандай еді. Түнде олар кейде Питердің дауысын еститін. Тағы бір соңғы шуды қалайсыңдар ма? Бірақ Уэнди енді ешқашан артқа қарамайды. Неверленд тек қиялды мекен емес, ол адамның есеуден бас тартқан кезде қашып барғысы келетін әлем. Бірақ ұмытпа, нағыз ерлік, балалықпен қоштасу, ал ересектік қорқынышты болса да еркіндік. Ал біз неге бұл аңызды білеміз? Бір ертегіші бар еді. Ол Питер Пен туралы шындықты біліп қойды. Бірақ ол бұл туралы тікелей айта алмайтын еді. Себебі Питер оны табар еді. Сол себепті ол бұл шындықты ертегі етіп жазды. Әр сөз, әр кейіпкер шындықтан бір үзінді. Бірақ оны тек байқамбаздар ғана түсінеді. Питер Пен балалық шақтың символы ғана емес, ол біз есеюден қорыққан кезде пайда болатын көлеңке. Бірақ ұмытпа, ешқашан есеймейтін адам, ешқашан шын өмір сүрмеген адам. Ал шын өмір, шын өсу қорқынышты болса да, ең шынайы еркіндік. Достар, видеоны аса лайк басып кетіңіздер, арнаға жазылыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Келесі ролик қандай болатынын айтыңыздар. Сау болыңыздар.